Muhammed саллаллаху алейхи уассалам деп айтады. Бізге жіберілген еркісі Аллах тағаланың, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп айтады. Бірінші пайдамыз дүниеден өткен кездегі тиетін пайдасы екен. Екінші пайдамыз Аллах тағаланың қасиетті болған жаңағы ұлы мұғжизасы Құран кәрімді түсіну үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін білу міндетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін білместен Құран кәрімді тәпсірлеймін, немесе Құраннан мынадай аяттарда мынадай сүрені мына жақта түскен, мына жақта түскен деп айтамын деп айту, бұл ақылға мүлдем тура келмейді. Өйткені Құран кәрім 23 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға әрбір оқиғаға байланысты түскен. 23 жыл бойы пайғамбарлық бізде 23 жылге жалғасты. 40 жасынан 63 жасына дейін. Демек, Құран кәрімді түсіну үшін міндетті түрде нені білу керек екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірімен білу керек екен. Одан кейінгі алатын пайдамыз әл-иқтида дейді. Иқтида деген не ол? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін естіп біліп оқыған кезімізде оның істеген ұлы амалдарын, сондай кішіпейіл көркем мінездерін бойымызға сіңіру керек екенбіз. Оның бойына кімдер сіңіреді? Оны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бойындағы керемет қасиеттер мен асыл сипаттарды бойына кім сіңіреді?